Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін жарияланған әдебиеттерде Renault Fit жиі Fit 17 деп аталады. Француздық Fit 17 жеңіл танкі немесе соған ұқсас нәрсе тарихтағы ең революциялық және маңызды танк жобаларының бірі болды. Fit толық айналмалы мұнараны қаруландыруға біріктірген алғашқы өндірістік танк болды. Society des Automobiles Renault сол кездегі және қазіргі уақытта Франциядағы негізгі автомобиль өндірушілерінің бірі. Fit'ні жобалап, жасап шығарған Луи Рено концепциямен жұмыс істей бастаған болуы мүмкін. 2119 жылдың желтоқсанында 15,10 Renault Fit экипажының алдыңғы жағындағы бөлімшесі, артқы жағындағы қозғалтқыш бөлімі және айналмалы мұнарадағы негізгі қару жарақ болат болып табылады және стандартты танк орналасуы болып қала береді. Нәтижесінде бронды соғыстың кейбір тарихшылары Renault Fit-ді әлемдегі алғашқы заманауи танк деп атады. Renault 4,5 литрлік сумен салқындатылатын 4 цилиндрлі қозғалтқышпен жұмыс істейді. Қозғалтқыштың май сорғысы, алдын ала орнатылған зенит карбюраторы және магнитті тұтануы бар. 1500 айн мен жылдамдықта ол 39 ат күшін шығарады. Оның қашықтығы 37 миль, ал ең жоғары жылдамдығы сағатына 4,3 миль. Renault Fit қуатын жоғалтпай әртүрлі тік өрмелеулерді еңсере алды. Өйткені қозғалтқыш кез келген еңісте қалыпты жұмыс істеуге арналған. Қозғалтқыш радиаторының желдеткіші резервуардың алдыңғы экипаж бөлімі арқылы ауаны тартып, оны артқы қозғалтқыш бөлімі арқылы итеру арқылы тиімді ішкі желдетуді қамтамасыз етті. Оның ұзындығы небәрі 5 метр. Ені 1,74 метр. Оның биіктігі 2,14 метр. Renault Fit салмағы 6,5 тоннаны құрайды. Луи Реноның өзі 7 тоннадан аспайтынын айтып, Fit үшін ақылға қонымды салмақ шектеулерін белгіледі. Луи Рено сол кезде қол жетімді зауыттық қозғалтқыштар әскерилер пайдаланатын ауыр танк нұсқалары үшін жеткілікті ұтқырлықты қамтамасыз ету үшін жеткілікті қуат пен салмақ арақатынасына қол жеткізе алатынына күмәнмен қарады. Экипаж 2 адамнан тұрады. Атап айтқанда, командир мен жүргізуші. Қозғалтқыштың радиатор желдеткіші экипажға ыңғайлы болу үшін желдетуді қамтамасыз етеді. Олардың жақын орналасуына қарамастан, операциялар кезінде экипажды байланыстыратын механизм болған жоқ. Жауап ретінде зеңбірекшілер жүргізушінің иығына, арқасына және басына соққы беру арқылы командаларды беру әдісін ойлап тапты. Бұл 1837 жылғы Путаса зеңбірегі немесе Fit танкісін қаруландыру үшін калибрі 7,192 м Hotchkiss пулеметі жиі қолданылды. Бронь табақтарының қалыңдығы 6-дан 16 мыңге дейін өзгерді. Renault Fit танкінің прототипіне бақылау мұнарасы бар құйылған болат мұнара орнатылды. Ол өндірістік көліктерге дербес орнатылды. Renault сонымен қатар 8 қырлы тойтармалы мұнараны әзірледі. Ол барлық сынақтардан өтті және тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына толық сәйкес келді. Негізгі брондалған бекіту кронштейніне аздаған өзгерістер енгізілді. 8 қырлы нұсқасы құйылған болат нұсқасына қарағанда отқа төзімдірек болды. Ол кезде прокат табақтарының сапасы құймаларға қарағанда әлде қайда жоғары болатын. 8 қырлы мұнара қалыңдығы 16 м тақталардан тұрғызылған. Ал құйылған болаттан жасалған мұнара сауытының қалыңдығы 22 м болса, 37 м калибрлі Путоса 18 зеңбірегі теңіз зеңбірегіне негізделген. Оның телескопиялық көздеуіші, жартылай автоматты ысырмасы және кері қайтару механизмі болды. Ол көлденең құбырлардағы айналмалы розеткаларға орнатылып, мұнараға жартылай шеңберлі кронштейнмен орналастырылды. Бөшкенің бұрышы -20 градустан +35 градусқа дейін ауытқиды. Негізгі зеңбіректен снарядтар мен бронды тесетін снарядтар атылды. 500 метр қашықтықтан танкке қарсы зымыран қалыңдығы 12 мм бронды тесіп өте алады. Ұзақ уақыт бойы атыс жылдамдығы минутына 10 раундқа жетті. Оның максималды тиімді қашықтығы 2,5 метрді құрады. Бірақ іс жүзінде ол небәрі 400 метрді құрады. Үшінші айын шайқасы кезінде ол алғаш рет 1918 жылы 31 мамырда Рец орманының шығысында, Шаутхемнің шығысында, Плойси мен Чейзель арасындағы ұрыс даласында пайда болды. 30 танкі бар. Бұл шайқас немістердің ілгерілеуін сәтті тоқтатты. Дегенмен, жаяу әскерлердің қолдауының жоқтығынан техника ақырында шегінді. Танк сонымен қатар минутына 600 оқ ататын 1914 жылғы Hotchkiss пулеметімен қарулануы мүмкін. Мылтық камераның бүйіріне орнатылған металл таспалы тиегіштен тиелген. Осылайша қаруланған барлығы 2,1 танк шығарылды. Негізгі зеңбіректің оқ дәрілері 20 сынық снаряд, 25 танкке қарсы снаряд,
және 12.000 оқтан тұрды. Борттық пулеметтің оқ дәрілері 96 патрон мен 50 қысқышты құрады. Оқ дәрілер жауынгерлік бөлімнің бүйірлері мен астыңғы жағына орналастырылды. Рено ұтқырлықты ескере отырып жасалған және жолда 4,3 миль сағ жылдамдыққа жеткен. Үлкен брондалған машиналардан айырмашылығы, ол ормандар мен басқа да қиын ландшафттарды аралай алатын. Танктың атыс күші қалыңдығы 12 мм-ден аспайтын бронды тесіп өтуге қабілетті болды. Оның максималды тиімді қашықтығы 2,5 метрді құрады. Бірақ іс жүзінде ол небәрі 400 метрді құрады. 8 қырлы мұнара қалыңдығы 16 тақталардан тұрғызылған. Ал мұнараның құйылған болат сауытының қалыңдығы 22 болса, 3 Renault Fit танкінің көбін француз өнеркәсібі жасаған. Олардың көпшілігі бір жыл ішінде. 1918 құбыжық танкіне қараңыз. Бұл